жатыр құс айтып. Зымырайды менің бала кезімде, бір жалт етіп өте шыққан сезімде. Құстар сызылтып ән салады, сол әнімен тербетеді даланы. Ал адамдар күліп бастап өмірін, кетерінде жылай да алмай қалады. Кетерінде жылай да алмай қалады. Кетерінде жылай да алмай қалады. Қайырлы күн, құрметті көрермен. Құстар әнін шырқап өздеріңізге тамаша өнермен бөліскен бұл әрине Жоламановтар отбасы. Ендеше Шаңырақ ұлттық өнер орталығында кезекті сұхбатымызды бүгінгі отбасы күнінің қарсаңында Тобыл-Торғай өңірінде дүниеге келіп, қазіргі таңда Тобыл-Торғай өнерін биікке көтеріп жүрген Жоламановтар отбасымен сұхбатымызды жалғастырамыз. Қош келдіңіздер. Отбасы күні құтты болсын. Шаңырақтарыңызға құт береке тілейміз. Жалпы енді өнер жолында жүргеннен кейін барша ел өздеріңізді жақсы таниды, біледі. Жалпы өнер жолында жүрген осы Жоламановтар отбасы қазіргі таңда қай өңірде жүріп жатыр деген сұрақтан бастайықшы. Қазіргі таңда сұрақтың жауабын айтсақ, қазіргі таңда мынау Қостанай облысы Федоров ауданында жүріп жатырмыз, сонда қызмет жасап жатырмыз. Осы балалармен бірге мәдениетте жастар атты мәдениет сарайы бар сонда. Федоров ауданының мәдениет үйінде, бәріңізде сол өңірде. Енді жалпы кейбір кісілер білмеуде мүмкін, біздің Жангелдин аудан мәдениет үйін қызмет жасадыңыздар. Қанша жыл жұмыс жасадыңыздар? 20 жылдан артық жұмыс жасадық Нұрхан Ахметбеков атындағы мәдениет үйінде. Жалпы мәдениет үйінде 20 жылдан артық жұмыс жасадық, ал бірақ сол сахнада бала кезімізден мен өзім 3-ші кластан бастап сол сахнада ән айтыппын. Соның бәрін қосқанда 30 жылдан артық уақыт өтіпті. Тамаша, енді осы жерде бір сұрақ туындайды. Мен халықтың атынан бір сұрақ қойғым келеді. Бала кезден сахнада жүрсе, Торғай төрінде біраз жыл еңбек еттіңіздер. Осындай Жангелдин ауданынан Федоров ауданына ауысуға не себеп деген сұрақ туындайды. Енді әркім әртүрлі ойлау мүмкін. Сондықтан осыған бір толығымен жауап берсеңіздер. Өте орынды сұрақ. Бұл сұраққа мен жауап берейін. Біз енді Торғай елінде жаңа айтып өттік қой, 20 жылдан артық Нұрхан Ахметбеков атындағы мәдениет үйінде қызмет еттік. Балаларымыз сол Торғай елінде туып өсіп өнді. Сол жерден бір талай жетістіктерге жетті. Өзіміз де сол бір талай республикалық облыстық байқаулардың жүлдегері атандық. Дегенмен осы жүлденің бәрі осы біздің Торғай елінің, халқымның, елімнің арқасы. Торғай еліне ешқандай ренішіміз жоқ. Ол кісілер бізді кетерде жақсы көңілмен шығарып салды. Енді қарапайым халық айтып жатыр ғой, бізге неге кетіп бара жатсыздар, пенсияларыңызға азғантай ғана уақыт қалды ғой деп. Әрбір ата-ана бала үшін өмір сүреді.
мына екі баламыз Фаризамыз бен Тасқынымыз осыдан 2 жыл бұрын осы Федоров ауданына шақыртумен келген болатын. Осы жерде де бірталай жетістіктерге жетті. Сондықтан біз мынау Федоров ауданы әкімі Тәуба Қайыржанұлы арнайы бізге шақырту жасап, келіңіздер, осы балаларыңызбен бірге өнерлеріңізді әрі қарай дамытыңыздар дегеннен кейін осы шақыртуды біз қабыл алып, Федоров ауданының жастар мәдениет үйінде қазіргі таңда қызмет жасап жатқан жайымыз бар. Бұл жерінде коллективі жаман емес, жақсы, үйренісіп қалдық. Бұл жерге де келіп, осы келгенімізге 2 айдай ғана уақыт өтті. Соның өзінде 2 конкурсқа қатысып, жүлделі орындарға ие болдық. Сол ешқандай өкпеміз жоқ елге деген. Елге деген ешқандай реніш жоқ. Сағынғанда барып тұрамыз дейсіз. Әрине, сағынамыз, сөйлесіп тұрамыз. Әрине, мен енді бір жағынан ойлаймын, өнер адамы болғаннан кейін жалпы өнерге байланысты көшіп қону болады, сондықтан әркім енді түсініспен қарайды ғой. Жақсы, енді отбасыларыңызға әлде шығармашылық табыс тілей отырып, жалпы енді осы отбасы күнінің қарсаңында отбасы жайында кеңірек әңгімелескен жөн шығар деп ойлаймын. Көпшілік тәжірибелеріңіз бар, кейінгі жастарға тәлім тәрбие ретінде дегендей. Жалпы өзі отбасы құндылығы дегеніміз жөнінде не айтасыз? Отбасы құндылығы жөнінде? Менің ойымша, ата-ананың, баланың бір-біріне сыйластығы, баланың өсе келе ата-ананың үмітін ақтауы, тәрбиелі, саналы ұрпақ болып, ата-анасына сол арқылы, өзінің жетістігі арқылы жақсылығын көрсету деп білемін. Ата-ананың арманы баланың адам болуы ғой, бастысы. Жаман жолға түспей, жақсы жолда кімнің баласы деп айтатындай, солай деп ойлаймын. Отбасының құндылығы бастысы. Тату бірлікте өмір сүру деп ойлаймын. Жақсы, тамаша. Енді Фариза да біз енді отбасында ұл қыз тәрбиелеп отқан ата-анасыздар. Енді Тасқынға бір тікелей сұрақ қойғым келді. Жалпы енді отбасыларыңызда дәстүрге байланысты бір ұстаным бар ма, Тасқын? Осыған жауап берші. Дәстүрге байланысты осы ұстаным болғанда, бізде отбасымызда салауатты өмір салтын сақтанамыз. Ішімдік ішпейміз, жаман нәрселерден аулақпыз. Дәстүрге байланысты біз енді қатып қалған қағида жоқ, заманауи дәстүр деп. Біз кез келген жанрда кіре береміз да, жаңағындай. Қазақ жағынан да болсын, заманауи жағынан да болсын. Икемделе береміз. Бір қатып қалған қағида жоқ. Біз мынандай салт ұстанамыз, мынандай деген сияқты, ондай бір қатып қалған қағида жоқ. Енді менің ойымша дәстүрлі әнді насихаттаудың өзі бір ұстаным деп ойлаймын, осы жерде өнерге қатысты. Сондықтан енді отбасыларыңыз енді Оңғар ағамыз дәстүрлі ән айтады, Фариза өз алдына дәстүрлі ән жеткізіп жүрді. Біз енді Тасқын эстрада бағытында үлкен жаңағы енді жетістіктерге жетіп жүрген азамат. Сондықтан сәттілік тілейміз, алдағы уақытта үлкен биіктерден көріне бер. Жалпы енді сіздер үшін енді Оңғар аға, өздеріңізге қояйын, отбасы бақыты неде? Осы жөнінде жастарға кеңінен тағы да бір айтып отырсаңыз. Отбасының бақыты деген ол балаларымыздың көзіміздің алдында аман жүруі ғой. Ата-ананың ең бір бақыты осы балаларымыз аман болып, осылар бірталай жетістіктерге жетіп, осылардың тек қуанышын көрсек, содан артық ата-анаға бақыт керек емес деп ойлаймын. Осылар аман болсын, мынау көрінген немерелеріміз аман болсын. Осы біздің бар қуанышымыз, бақытымыз осы балаларымыз. Әрине, Мұхтар әуезов айтады ғой, бақытты басқадан емес балаңнан тап дейді. Сондықтан мен ойлаймын, сізді бақытты жандардың бірі сіздер деп ойлаймын. Өйткені балаларыңыз мінекей жандарыңызда немерелер бар, осындай бақытқа бөленіп жүрсіздер. Енді Алла тағаланың берген өнері бар, жігітке жеті өнері аз дейді. Мен жалпы өзім байқаймын. Өздеріңізден өнердің бойларыңызда түр-түрі бар, дәстүрлі ән, терме, осы тіпті жаңағы Жангелдин ауданында мәдениет үйінде спектакльде ойнап жүрдіңіздер, театрға да қатысып жүрдіңіздер. Оның ішінде жаңағы мінекей енді Фаризаның аспапты меңгеріп алып, қазіргі таңда өзі шығып жүрген жайы бар. Осындай өнердің басында жүргеннен кейін мен ойлаймын, бір ақындық болмаса сазгерлік өнерге алып қосқан бір бар ма бойда жаңағы? Өзіңізде, балаларда деген сияқты. Мен жауап берейін, менде бар композиторлық қасиет. Папамда да бар, папамның өзінің домбырамен шырқап
шығарған әндері бар. Одан маған бұйырып былтыр 2019 жылы Қостанай қаласының 140 жылдығы аталып өтті. Соған байланысты өзімнің жүректен шыққан әні мен сөз жазған Туған қалам Қостанай атты әнім жарыққа шықты. Және де сол уақытта сол Қостанай қаласының 140 жылдығына арналып мерекелі Қостанай атты республикалық композиторлық әндер, Қостанайға арналған композиторлық әндер байқауы өтті. Қазылар алқасында Лұқпан Жолдасов ағамыз, Мақсат Жаутеков, Арыстан Құрман сияқты ағаларымыз бәріміз қатысып, сол қаншама жерден, елді жерлерден қатысқан байқаудан 3-ші орынды қанжығаладым. Әнім бағаланып, және де ең алғашқы шығарған әнім осылай биікке жеткеніне мен өте қуаныштымын. Әлі де тоқтап қалмаймын. Негізі өнер адамына шабыт керек қой. Шабыт болғанда тағы да әндер шығып бұйырады деген ойдамын. Жақсы, сәттілік тілейміз. Алып қосарыңыз бар ма? Алып қосарда бар бізде енді, ақындық та бар, ішінде шығармашылық. Енді өзімнің осы өнерде жүргеннен кейін, енді өмірім өнермен өтті десе де болады. Жаңа небір толғаулар, термелер, сондай қазір адам кішкене ұлғайғаннан кейін, 30 жастан асқаннан кейін өзі келеді. Енді қаншама жерде терме айтып, дәстүрлерін айтып жүргеннен кейін халықтың алдында көрініс көрінеді. Жаңа өзіңде елдің ағалары, өткен біздің үлкен тұлғалар, өнер адамдарына. Өзім 90 жылдықта, 2018-де болған Торғайдың 90 жылдығында мен өзі арнап соны жазында үлгермедім. Мен өзім спектакльде ойнадым, көріністе ойнадым, арғай арнауымды айталмағанда шалылау болды да, кесіп сатып сол жерден. Нарысқа Ерденов апамыз сол бастады, сол үстің есімен қарамағым жұмыс істедік. Және қоса кетейін, сонымен қатар Қостанай облысының осы композиторлық одағына кірдім, жас болсам да. Қалибек Тепсалген ағаларымыз сияқты жолын көрсетіп жатқан ағаларымыздың қасында композиторлар одағында бармын. Біздің Қостанай облысында ашылған филиалы бар, жас сазгерлер, үлкен аға буындар бәрі соған қазір енді тізімге кіргізіліп жатыр. Алдағы уақытта жұмыс жасайды деген ойдамыз. Енді өзіңіздің жаңағы жүректен шыққан, жаңағы ақындық қабілетпен, сазгерлікпен дүниеге келген бір арнаулардан, термеден. Бұл кісінің қазіргі орындайтын әні толғауы, арнауы нақтырақ ашып айтып кететін болсақ, өзі Торғай елінен ақында, батырда, сазгерде шыққан ғой, композиторда шыққан. Соның бірі Ахметтен басталып, Шақшақ Жәнібек бар оның ар жағында, оның бер жағында Айбек Қалиев бар, Ғафу Міржақып бар деген сияқты. Сондай даналы аталарымызға, бабаларымызға, ағаларымызға арналған толғау, арнау есебінде шығарылған. Арнау есебінде шығарылған. Торғайдың 90 жылдығының қарсаңында дүниеге келген арнау. Біздің ол елден шыққан туындыларымызға арнайды екен. Ендеше қабыл алыңыздар, құрметті көрермен. Менің сөзіме таныстырып шығайын, туып бір өскен Торғайдай даналы туған ұлдарын, 90 тарау тарихы ордал Торғай болған жер, ұлы көсеміз зиялы әқаң жақаң туған жер, Ғабу Сырбай тұлғалар өрісті өнері қуған жер, топтан озған дүлдүлім Нұрхан ақын туған жер, киелі жер Торғайым. Ахмет қан жырауы сау сайран қорған жер, жерге тимей жамбасы таң атқандай палуан, наратандай туған жер, киелі жері Торғайым. Ол найзаға якын назар бер,
кімді қаны тамған жер, он саусағы жер мінтіп дара шапқан құлагер, күйеуінен өсернау болат сазгер туған жер. Сәуекеніп бақытжан сырнай үнін шырқатқан, Алтынбектің әндері кейінгі бүгін шыңдатқан. Қонысбайдай ақыным, бауырлас жерде шағыным, алтын құрсақ туған ерім. Талабын таулай өсірген, шешенді сөзбен түйреген, қарсыласын ықтырып тілмен де өткір түйреген, айбек ақын туған жерім. Бармақтай ғана бақ берсін, тарқамасын тойларым, шаттық пенен думан көр. Менің ойымша осы жерде тұсауын кескен сияқтымыз осы арнаудың. Әлде шырқалды ма бұған дейін? Шырқалған жоқ. Бұл жай мен өзім Нұрқанның мақамдарын, өзі еліміздің қазіргі мақамдары кетіп жатыр ғой біздің жақтың. Сол елден қалған өзі Нұрқан атамыздың мақамын соны алдым да, енді өзім ішімнен жүрегімнен шыққан сол әнді солай Нұрқанның мақамы жоғалмасын деп жасыратын жоқ. Бет ашардың алдында айтамын, халықтың алдында. Осы кейінгі жастарға өнеге болсын, кейінгі жастар танысын. Осы насихаттау есебінде өте орынды. Енді біздің эфирден көріп жатқан алдағы уақытта жас таланттар болса, өзіңізден алып, әлі де сахнаға шығарар, керек уақытында пайдаланар деген ойдамыз. Енді жалпы жақында отбасы күніне орай аймақтық байқауға қатысып, сіздердің жаңағы ақпараттарыңыздан қарап отырсақ, 3-ші орынға ие болған екенсіздер. Енді бұған дейін де үлкен жетістікке жетіп, отбасымен атсалысып жүрсіздер ғой. Санкт-Петербург қаласында өткен халықаралық арт держава шығармашылық онлайн байқауында бірінші дәрежелі лауреат атандық дедіңіздер. Шын жүректен құттықтаймыз, шығармашылық табыс тілейміз үлкен. Жалпы сіздер үшін жетістік дегеніміз не? Қалай түсінесіздер? Жетістікті өзі, мен осыған дейін сіздерге дейін келген қонақтарын сұрағанымда екіге бөліп тастады. Бірінші сіздерден тыңдағым келеді, жетістіктері жалпы отбасының жетістігі бар, басқа да жетістіктері бар, осы жөнінде айтып өтсеңіздер. Адамның осы өмірге адам келгеннен кейін адам болып кетудің өзі бір жетістік. Оны тек қана өнерге, мысалы отбасы, әрине өмірлік отбасыңда береке болса, оның өзі бір жетістік. Осы орайда мынау ол жетістікті, ол абыройды сақтап қалатын адам да бар, сақтап қалмайтын адам да бар. Осы орайда мынау Торғайлық ақын, өзім жалпы қазір таңда 21-ші ғасырда Торғайдың Мұқағали Мақатаевы деп білемін, Саят Әбеновтың мынандай бір керемет өлең жолдары бар. Тәңірім берген бақты ұлықтасын, қуманса дүниеге құнықпасын, әр адам биігінде қалу үшін төменнен бастағанын ұмытпасын. Сондықтан қарапайымдылықтың өзі бір жетістік деп ойлаймын. Әркім енді әртүрлі түсінеді, рухани жетістік бар әр жақ. Сондықтан жетістікке жете беріңіздер, отбасында да, қай жағында да болса, өнерде де болса да. Енді жаңа аудан, жаңа әріптестер, жаңа орта, осы жаңа ортада алдағы мақсатпен, жоспармен бөлісе отырсаңыздар. Запур апай, өзіңіз айтыңызшы. Біздің енді мынау Федоров ауданына айттым ғой, жаңа 2 айдай уақыт өтті. Коллективіміз жаман емес, үйрендік, жақсы. Қазір енді біз негізгі мақсатымыз, жаңа айттық қой, Жоламановтар отбасы, балаларымыз кеткеннен кейін біз оңғараған күйіміз ғана той өтпеп қалып қойдық. Бір конкурсқа бір нәрсе қатысайық деп, отбасы болып қатысайық десек, 2 бала мына жақта, біз ана жақта, осы жағы қиындау болды да, бір жағы осы Жоламановтар отбасын дамытайық деген ойменен келген мақсатымыз сол болды ғой. Сондықтан алдағы ойымыз осы Жоламановтар отбасын әрі қарай дамытып, пенсияға шыққанша осы балаларымызға бір есте қалатындай бір құнды бір дүние қалдырайық деген оймен келген мақсатымыз сол. Сосын біз енді жаңа айтып өттіңіздер, Нұрхан Ахметбеков атындағы мәдениет үйінде бізде халық театры бар ғой. Біз театрда жүрдік, белді ортасында жүрдік, басты рөлдерді сомдадық, бірнеше спектакльдер шығардық. Тасқын өзі сол мәдениет үйінде режиссер болып жұмыс істеді. Сол кезде 1-2 спектакльді қойған кездері болды. Енді бізге осы Федоров ауданына келгеннен бізге кішкене ұсыныс түсті. Сіздер енді ана жақта құралақан еместер, жалғыз ән емес, осылай театрда да ойнадыңыздар, сол театрды кішкене қолға алсаңыздар деген ұсыныс түскен болатын. Сондықтан біз осы ұсынысты қабыл алып, алдағы уақытта осы қазір енді октябрь айы кішкене туып, мынау карантиніміз кішкене ашылған
сәтте осы бір спектакльді қолға алсақ деп дайындап отырмыз. Алла жазса осы мақсатымыз Федоров ауданынан да театрды жандандырсақ деген ойдамыз. Жастар жетеді. Федоров ауданында жастар, біраз жастар жұмыс істейді. Ол кісілер де уже бізге солай істейік деген ойларын айтып отыр. Сондықтан алдағы уақыттағы мақсатымыз осы театрды қолға алу. Алла жазса, секрет болған бұл. Иә, алла жазса спектакльді қоятын уақытта өздеріңізді шақырып көрсетеміз деген ойдамыз. Иә, алла жазса. Және де біздің жаңа айтып жатырсыз ғой, бізде тасқын, папам инструментте ойнайды, мамам домбырада ойнайды, баянда кішкене ойнайтыны бар. Мен домбырада ойнаймын, бізде жалғыз тасқын инструментте ойнамайды. Мен соның бәрін дирижировать етемін. Сол біздің аудан әкімі Таубақай Жанұлы бір өнерді стенасын жерге қоятын кісі, оны барлығы ел таниды. Федоров ауданы осыдан 2-3 жыл бұрын қазақ жастар аз еді. Сіз келгеннен кейін қаншама аудандардан өздеріңіз бақылап жүрген шығарсыздар. Қостанайдың барлық аудандары бізге шоғырланып жатыр. Енді бізде жетіген аспабы басқа аудандарда басында шыққан жоқ. Енді Қостанай облысында шықты басында. Одан кейін мен 2019 жылы жұмысқа келген кезде Таубақай Жанұлына өзім ниетімді айттым, жетіген үйленгім келеді деп. Ол кісі түйе сұрасаң, бие сұрасаң түйе береді дегендей, қасыма 2 қызды қосып Алматыға жіберді, 3 қыз оқып келіңдер деп. Молынан болсын деп. 3 қыз оқып, міне жетіген аспабын орыстар шоғырланған, басқа ұлттар шоғырланған жерге жетіген аспабын алғаш әкеліп көрсеттік қой. Ендігі тілегіміз тасқын инструментте ойнамайды. Аудан әкімінің өзінің тілегі бар, Сасырнайда ойнасын деген. Енді ол алдағының еншісінде, алдағын Алла біледі дейді, бірақ тілегіміз, ниетіміз осы тасқынды Сасырнай аспабына үйретіп, Алматыда консерваторияда сабақ беретін адамдар бар. Сол бұйырса тасқын Сасырнайды үйренеді деген ниеттеміз. Ниетіміз бар. Жақсы сәттілік тілейміз. Енді алдағы уақытта тасқынды құр микрофон емес, инструмент ұстап жүреді деген, аспап ойнап жүреді деген ниеттеміз. Тамаша, енді бойларыңызда талант бар, Аллаға шүкір, шынында да. Енді бір жерде жаңа театр деген сұрақ туындайды. Бұл сонда театр мәдениет үйінің жанынан құрылған театр, болмаса Жоламановтардың театры ма деген сұрақ туындайды. Мәдениет үйінің жанынан халық театр болып, сіздер жетекшілік етесіз. Себепші болып, басты рөлдерде. Ол жаңағы Федоров ауданында, енді мына Жангелді ауданында халық шығармашылық театры бұрыннан қолға алынған, бұрыннан келе жатқан дәстүр деп айтуға болады. Мына біздің Федоров ауданында ондай дәстүр болмаған бұрын соңды. Енді қолдан келгеннен кейін өнерді бағалайтын, қолдайтын ағалар бар да, жасаңдар, қолдаймыз дейтін ағалар бар да, қолдан келіп тұрса, Алланың берген өнерін әрине халықпен бөлісіп, рухани жаңғыру. Жаңа бір бағыт, жаңа бір леп беру. Өте орынды. Серпін. Енді әр ауданда өзінің талантты өнерпаздары бар, әр мәдениет үйінде. Дегенмен жаңа бір ғана адам емес, бір отбасы келіп жатқаннан кейін жаңалық күтеді. Сол үшін де жаңа сұрап жатқанымыз, сондықтан сәттілік тілейміз. Өте тамаша, үлкен бастама екен. Басты рөлдерде жүруге, сол театрмен гастрольде жүруге біз тілектеспіз. Енді бүгінгі отбасы күні қарсаңында, қазіргі таңда биылғы жыл өзі біздің қазақ елі үшін өте ерекше, тәуелсіздігімізге 30 жыл, ұлыларымыздың жаңағы үлкен дөңгеленген датасы болып жатыр. Сондықтан осындай үлкен мерейтойлардың қарсаңында өздеріңіздің бір ауыз тілектеріңізбен бүгінгі бағдарламаны мәресіне жеткізсек деген ойдамыз. Сондықтан оған қарап өзіңіз бастап әдемі тілегіңізбен айтып тұрсаңыз. Шаңыраққа ашылып жатқан орталықта Қостанайлығында мінекей мәдениет шығармашылықтарыңыз алға дами берсін, осылай бас қоса берейік. Кейінгі жастар, кейінгі өнерпаздар осылай прямой неден көре берейік енді ортамызда. Әмин. Тілек қабыл болсын. Ал енді Мұрат, мынау бізді құрметтеп шақырып, біздің өнерімізді халыққа паш етіп жатқандарыңызға сіздерге көптен көп рахмет. Өнеріміз өрлей берсін.
еліміз аман болсын, жұртымыз тыныш болсын, мынау әлемде болып жатқан, елде болып жатқан мынау ауру тезірек кетіп, бұрынғы мамыражай күнімізге келіп, сахнада жүріп, гастрольдерден шаршап, тек қана қуанышта ғана кезсек, амандық болсын. Барлық қазақ елінің отбасыларына мынау мереке құтты болсын, отбасылар аман болсын, тек қана қуанышта ғана басқасуға Алла тағала нәсіп етсін. Айтқаныңыз келсін. Фариза, бір ауыз тілегіңіз. Басқа айтарым, еліміз аман болсын, патшамыз аман болсын. Ең бастысы осы еліміздің тыныштығы ғой. Балаларымыз аман болсын. Барлығына тек осы өнерде жүрген әріптестеріме шығармашылық табыс тілеймін. Шығармашылықтары өркендей берсін. Амандық тілеймін тек қана. Сіздермен бірге болған мамның күйеуі папым, папымның әйелі мам, сол кісілердің балалары біз Жолмоловтар отбасы. Рахмет. Бүгін бізде Шаңырақ ұлттық өнер орталығында қонақта болған, жақсы сұхбаттасқан, бүгінгі өздерінің шығармашылық жолымен, жалпы отбасыларымен бөлісе отырған Жоламановтар отбасы. Сондықтан Оңғараға, Сапур апай сіздерге зор денсаулық тілейміз. Мінекей Фариза жаңа отбасымен тасқын бауырымыз бар. Осы отбасыларыңыз аман болыңыздар. Шығармашылық табыс тілейміз. Құдай қаласа жақсы жаңалық, жақсы жоспарды айттыңыздар. Сол жаңалықпен үлкен тағы да бір сұхбатта жолығамыз. Болмаса сол үлкен жаңағы іс-шараларымыздың көрермені болып, тілекші болып жолығамыз деген ниеттеміз. Сондықтан аман болайық, сау болайық. Облыстық халық шығармашылығы кино бейнеқор орталығының ұйымдастыруымен Шаңырақ ұлттық өнер орталығының бүгінгі кезекті сұхбат өз мәресіне жетті. Аман сау болайық ағайын. Облыстық халық шығармашылығы орталығы біздің ұжымның атынан сіздерге біріншіден денсаулық, шығармашылық табыс тілейміз. Мынау енді ұрпақ сабақтасып мінекей үлкендер бастап, жастар балалар қолдап мінекей қазір енді Қостанайдың өнерінің белді жұлдыздары мінекей қызыңыз да ұлыңыз деген сияқты. Енді биіктен көріне беріңіздер. Сіздердің өнерлі отбасыларыңыз басқаға үлгі мінекей. Сол сіздерге табыс тілейміз де мінекей. Мынау енді біздің бұл жинаған қыздарға мінекей осындай біздің ұсынған гүлдеріміз мінекей. Рахмет. Ал енді осы отбасыға енді мұндай алғыс хатымыз өнерде зор үлес қосып келе жатқан Жоламановтар отбасына шығармашылық табыс тілей отырып, алдағы уақытта өнері биігінен көріне беруіне тілектеспіз. Тілек білдіруші Дамир Қалқаев, Қостанай.